Біздің жүретін жолымыз өте сапасыз, нашар. Мынау Еламан дейді, мынау микрорайон. Микрорайон ішінен бастап Шоңқыр яма деген толып жатыр. Автобус шаршатады, халықта шаршайды ғой, жол жаман болғаннан кейін. Мына жол деген былтыр қазылған еді, турбата сөген содан сол күйі қалып кетті. Енді қысылу аварияда көп болып жатыр бұл жерде. Сондай жағдайлар көп. Енді осы жолымызды дұрыстап жөндеп берсе екен. Жазым бойы мынара ойылды. Мына бәрі жоқ, шүкір. Нене жаңа автобустар алынған, барлығы қырылып жатыр осы деп. Жүру невозможно мына. Ертең азанда күндіз жүру невозможно ертеңде. Күзден бері жатыр осы. Күзден бері. Бұны жөндеу үшін бұзған ба? Негіз бер жағын или турба тастады ма астына? Астына турба тастады. Енді сұрағам нелерден, әкімшіліктер жүргенде осы мына әлі асфальтовый завод мартта қосылады, бірақ биыл істелінеді деді ғой әйтеуір. Енді сіз осы жерден жаңа әкімшілік басқа да тиісті орындардың адамдар өткен кезде жол құрылысына байланысты сұрақтарды қойдыңыз ғой? Қойдым осы жерде. Сол кезде олар ана жолдың тапталуын күтіп жатырмыз деді ма? Сөйтті, оны кейін өзімізде енді шамалатамыз ғой, енді оны сәл-сәл трамбовать етуге болмайды, жарылатын да турбалар, дәу турба. Күзде қазып тастады, әлі жатыр сол бойын. Мына жерде пробка болып жатыр. Ары бері машиналар өте алмай жатыр. Қазылып тасталған бәрі. Ол болмайды ғой, бәрі. Заң бойынша істелгеннен кейін істеу керек қой. Жол істеп берсе жақсы болады дейді. Біраз болды өзі солай жатқанына. Ана жақта су, жол жаман болған қазір тайғанақ бәрі бір полосамен жүріп